ойымызды бөліп Ja, assalomualaikum. Endi biz үзіліп кетті. Ең маңызды жеріне келіп үзіліп кетті. Қараңыз, сіз оны сіз ұмытпайсыз ғой. Енді мен екінші бөлім секілді болсын. Мен өзім енді Қыдыр Әлиди мырзаны білмеймін. Бірінші рет айту болатын еді, кездесіп жатырмыз. Бұрында бір келіңіз, кездесіп те сөйлесейік. Енді сіз енді қазір зуммен шығып жатсыз ғой енді. Келіп көрісіп, бет көрісіп, тіпті де кейбір әңгімелерді. Көп мәселелер бар енді. Көп қысқартып жатырмыз ғой. Мен оны айтып жатқаным, енді бізде тыңдайтын көрермендер болып қалса, білсін дегенім ғой. Мен де осы мен де көбінде Ресейде өмір болдым. Енді солтүстік жақтамын. Қазір тілімді қазақшаға келмей тұр. Былай енді Қытайдың қазағы емеспін дегенім ғой. Бір-бірімізді түсініп, керемет бұрыннан бері араласып жатқан кісі емеспіз. Мен енді өзім анау Атажұрттың Серікжан Біләш арқылы таныдым, естігенім, таң қалдым. Сондай Серікжан Біләш басында өте қатты сол енді жанашар болдым. Бірнеше ютубта видеоларды көріп, сосын кейін онымен анау көмектесем деп бір өзімше сайт жасағанмын, және анау база жасаймыз деп, анау соған көмектесеміз деп, сонымен кездескенім де бар. Сол маған Серікжан Біләш бәрін жасап жатқан Серікжан Біләш болып естілді. Және елге де танымал сол кісі болды. Енді қазіргі осы Қыдырәли, енді мырза Қыдырәли деген бауырымменен кездесіп жатыр. Мен қазір таңғалып тыңдап жатырмын. Мен қайдағы жоқ Қыдырәли, маған Қыдырәли, кім ол Қыдырәли деп қазір мен біреуді сұрасам, оған дейін бір сағат бұрын мен кім ол Қыдырәли дейтін едім. Ол кім ол деген секілді. Кім ол Абзал Қоспан деген секілді. Кім ол тағы да Мұхтар Жақанов, кім ол деп. Мен де сондай андай болады. Мына телевизорда көп адамдар дикторларды ғана таниды. А негізі диктор осы телевидениенің негізгі жұмыстарын мынау операторлар мен монтажниктер жасайды. Операторлар түсіреді, оны монтажниктер кеседі, қияды. Ал басқа да көптеген жұмыс адамдар бар ғой. Солардың бәрі дайындап, бәрін міне дайындаған кезде бағанағы диктор келеді де оқи салады. Бірақ соның бәрін диктор айтып жазып жатқан сияқты ойлайды енді. Бұл жерде енді мақтан емес қой. Бірақ кейбір кісілер осы өзіңіз сияқты бір адамды білу үшін онымен ұзақ сапарда бол дейді ғой. Сондықтан бізді көрмеген, білмеген адамдар кейбір өсектерге сеніп неше түрлі айтып жатады. Бірақ оған әбден үйренгенбіз. Бір Алланың алдында өзіміздің арымыздың таза екенін білеміз, сондықтан да ешкімге ақталмаймыз да. Ал енді бұл жерде кейбір, мәселен, осы жерде бағана кейбір жат басқа шетел, мынау қазақтардың басын біріктірмеуге, қазақтардың арасында іріткі салуға, соны пайдалану үшін кейбір неше түрлі нәрселер жасайды. Бағанағы өсек келеді, неше түрлі жала жабады. Бірақ біздің қарапайым халық өкінішке орай сондай өсектерге сенеді, тіпті менімен бірге жанымда жүргендей сөйлеп жатады. Тіпті Серікжан Біләшті тіпті өмірінде көрмеген, тек ютубтан көріп неғанда, бірақ солай сеніп, сол не айтса соны ойлайды. Мәселен, мен осы уақытқа дейін енді Серікжан Біләш туралы бір ашық айтып, кейбір нәрсені айтқан емеспін. Қазірде айтып жатқан жоқпыз. Керек емес те шығар дедім. Қазірде айтып жатқан жоқпыз. Өйткені ол да бір азамат дейік, ол да біз қазір айттық қой, біздің мақсатымыз бізді бөлетін көп. Кейбір және оралман емес деген қаншама бөліп жатыр. Біз оралман дейтіндер бұл енді жалпы біздің мынау Қытайлар мен Ресейдің үлкен идеологиясы жүріп жатыр қазір. Қазақтардың арасын бөлу, мынау оралмандар мен жергілікті халықтың арасына іріткі салу,
Мәселен, мынау орыстардың идеологиясы бар, мына жергілікті қазақтарға мынау Қытайдан келген, шеттен келген қазақтар кезінде қашып кеткен деп. Ол кезінде олар қашып кеткен жоқ. Олар өзінің ұрпағын аман сақтау үшін өзінің жеріне, өзінің Қытайдағы байырғы жеріне кетті. Амалсыздан кетті. Олар солармен шайқасып кескілескен. Егер шынында да сол орыстар ашаршылықты қолдан жасамағанда олар осында болар еді. Ал енді солар керісінше сол жаққа барып, мына қазақтың санын сақтап қалды. Қазір дүние жүзінде 5 миллион қазақ бар. Яғни 5 миллион қазақты олар сақтап қалды. Сырттағы жүрген. Яғни ол орыстар тіпті солар 100-100-ден баған үйлерді алып көшкен кезде алдынан шығып, солдаттар қырып салған. Мәселен, неге солар қырды? Себебі осы Қазақстан территориясында бұларды қамап алып, аштықты желеу етіп, қырып салайық деді. 4 миллион қазақ аштықта қырылды. Ал сол қазақтардың ішінде небір батырлар болды. Өкіметке бағынбай Ресейге қарсы шапты. Мәселен, өздеріңіз білесіз, 16-шы жылы ұлт азаттық көтерілісте қазақтар ең алғаш бүкіл ТМД кезінде қазақтар бірінші болып оқ атқан. Міне сол қазақтар кетті. Енді осы жерде қазақтар да батыр болды. Бірақ мүмкін емес қой соның бәрі кетіп қалу. Бірақ ол жерде енді кеткен қазақтардың көбі мына шекара райондарда тұрған. Бұрыннан ол шекара болмаған ғой, ар жағында өздерінің туыстары бірге бұрыннан жайлау ар жағында, қыстауы мына жақта болған. Мәселен, сондай қазақтар мына ұрпағын аман сақтау үшін, мына Ресейдің нағыз зұлымдықпен әдейі жасап жатқан осы саясатын біліп, біз мына ұрпақты аман қылайық деп сол жаққа кетті. Енді міне осындай идеологияны кейбір қарапайым қазақ түсінбейді ғой. Ой, мынау кейбір қазақтар айтып жатады, мыналар кезінде қашып кеткен, бұлар соғыс болса қашып кетеді. Біз ешкіммен соғысқан емес сол кезде. Ешкім бізге жау келгенде біз қашып кеткен емес. Өзіміз осы Ресейдің құрамында бола тұра, Ресейдің зұлымдығын көріп, өз кетті. Қазір ол енді осындай идеология. Енді әзір мына Қытайлар мәселен, Қытайдан келген қазақтарға не дейді? Мына жергілікті қазақтар орыс болып кеткен. Олар бағанағы шошқаның етін жейді. Мұсылмандықтан айырылып қалған деген сияқты аралыққа бір не жасап, бөлектену сондай нәрселер жасайды. Сондықтан да мен енді осы сіздің мен бір есіме келіп жатыр. Сіз анау Қытай тану институты ашайын деп жатсыз ба, аштыңыз ба, бір нәрсе болды ма сондай? Қазір бағанағы жерден жалғап жүрейік. Бағанағы біз Францияның сотынан кейін Тұра тұрыңыз, Қыдырәлі, мен қысқаша есімде қалғаны, сіз 2000 енді 2002 жылда Қазақстанға келдіңіз, 2003 жылдарда университетке оқыдыңыз, 2008 жылдарда бітірдіңіз, сосын кейін дәріханаларды менен бір жұмыс жасадыңыз, сол дәрі жасаудан. Одан кейін 2009-да да өзіңіз бизнес кірдіңіз, сол дәріханаларда. Сізде 5 дәріханалар, 6 дәріханалар болды. Содан кейін 2014 жылда, 2017 жылда ма не болды, Қытайдың мәселелері де болды. Сіз сонда өзіңіз соған енді мән бердіңіз, өзіңіз офисіңізді соған арнап болғанда, сол жерде достарыңызбенен бір жиналып жұмыс басталдыңыз. Сонда дұрыс па мен айтып жатқан ұқсайды ма шындыққа? Дұрыс. Жалпы менің мына кеңсем неде болған? Мына Алматы қаласында Абай 143 дейді, Абай мен Гагарин көшесінің қиысында. Бұл енді менің өзім жеке фармацевтика компанияның кеңсесі еді. Бірақ сол жерде мен фармацевтикаға арналған мынау жабдықтар, оборудование дейді ғой. Солар сататын, қосымша дәрілер сататынбыз. Бірақ соның бәрін мен жинап апарып тастадым да, жалғыз бағанағы нелерді қысқартып, 2017 жылда сізде 5 дәріхана, 6 дәріхана болса, сонда 2 жылдың ішінде сізде бір қана дәріхана болды. Өйткені сіздер 60 адам ба, қаншама адам келіскенсіз, ата жұртты құрдыңыз, сонда қозғалысты жастар ата жұртты деп, соны бірден біріккен ұйымдарға жазып, амалдарды жасап, түрлі Қазақстанның өңірлерінен Қытайда зарлап шеккен кісілерменен кездесіп, оларменен сұхбаттасып, олардың ақпаратын алып,
сондай үйлеріне көмектесіп, және сіздер 60 адам деп енді келіскенсіз, сырттан ешқандай көмек сұрамайсыңдар, өз құжат қаражаттарменен осы амалды жасаймыз. Өйткені ешкімге тәуелсіз болма, және басқаларға енді қалай болмау үшін, бір жексұрын болып көрінбеу үшін деуге секілді, иә. Сосын кейін енді бұл жерде және бір айта кететін нәрсе бар, бірақ кейбір ұлтжанды азаматтар сендер осындай жұмыс жасап жасыңдар ғой деп көмектескендер бар. Енді өйткені біз кейбір мынау өзіңіз білесіз конференциялар, мен ең алғашқы конференцияны мынау Алматы қаласында пресс-клубта жасадым. Бір сағаты 180 мың теңге болды. Мәселен, соның бәрін ешкімнен сұрамай, ол кезде енді қаржыдан шығарып өзімнен жасадым. Бірақ кейінгі біз тіпті кейбірде аптасына 2 рет конференция өткізіп кеттік. Оның кейін мынау Алматыда қонақ үйлердегі конференцияларда не қылдық? Кем деген 70-80 мың болады. Мәселен, осындай кездерде енді біздің азаматтар, атажұрттағы азаматтардың енді бәрі бай емес, олар мынау көңілі бай, ұлтшыл азаматтар, көбі квартирада жүргендер, мәселен, қаншасы бар, сөйтіп жиналдық. Сол кезде кейбір енді соны көрген, немесе сонда туыстар ұсталып, сол конференцияға қатысып сөйтіп жүрген азаматтар өздері бағана былай көмектесті. Кейін біз әрбір райондар бойынша конференция өткіздік. Мәселен, Қытайда 24-тен 30-ға жуық райондар бар, аудандар дейміз ғой. Солардың конференцияларын өткіздік, әрбір райондар. Мәселен, сол кезде өздері, сол азаматтар өздері жинап бағанағы конференцияның ақысы сөйтіп тұрды. Енді жалпы біз енді бүкіл бағанағы ауыл аудандарды аралау үшін қанша нелер керек. Оны біз сол кезде біраз кісілерді жалдадық, бағанағы оператор жалдадық түсіретін, бағанағы біраз сайт аштық, сайтқа журналист жалдадық біраз. Енді ол жерде де біраз нәрселер бар. Енді бірақ жалпы Атажұрттың 2 жылда, мәселен 2016-ның енді 2017-ның басынан 2018-дің аяғына дейін біз ешкімнен ештеңке сұрамай жұмыс жасадық. Енді мен бағана жерден арғылай жүре берейін. Енді бағанағы жер осындай, сіз анау 3 адам болып біріккен ұйымне қатысқан, сізге ең бірінші сөзді сізге берді. Кімдер сол жақтағы кісілер тыңдап, қытайлар енді бір жарты сағатта үндемей түніліп отырған, ешқандай сұрақтары болған жоқ. Өйткені сізде айтатын олардан табылмады. Өйткені сіздерде бүкіл дәлелдер мыңдаған адамдардың 982 адамның дәлелдері болды, құжаттары, видеоларменен болды. Содан кейін сіз шыққаннан соң тағы да бір митинг болды, иә. Сосын кейін сіз анау неге Стокгольмға барамыз десек па, Стокгольм ба, ол жерде Страсбургға, ол жаққа бара алмадыңыз, өйткені ол жақта халықаралық сот. Өйткені ол жақта Қытайлар мәселе кірмейді, иә, ол жақтан. Сосын кейін сіз басқа жерге тағы да барайын деп жатқан, сол үзіліп қалды ма сондай осылай? Қалай болды? Енді бұл менің есімде. Иә. Міне, сол Страсбургтан кейін біз есіліп тұр ма? Страсбургқа барғаннан кейін біз енді мына Еуропа парламентінің орталығы, Бельгияның астанасы Брюссельге барып, Брюссельдегі Еуропа парламентінің адам құқықтар бойынша комитеті бар. Сол комитетке біз және де осы 1000 адамның арызын жеткізуге соған жолға шықтық. Сөйтіп жолда кетіп бара жатқан кезде, енді бұл 3-ші күн еді, яғни 8-ші қараша ғой деймін, 8-ші қараша. Сол жерде бізге бағанағы арыз жазған бүкіл адамдардың тізімдігі менің телефонымда әлігі дейін бар, 1000-ға жуық адамдардың. Мен оның аты жөнін айтамын, мәселен Талғат, әкесі саяси үйренуде. Соның астына бәлен, мәселен Тарбағатай, Алтай деп. Міне осылардың бәрі көбі WhatsApp-пен жіберді, бүгін менің әкемді шығарды, бүгін менің шешем шығарды, бүгін менің ағам шығарды деп. Бір күн ішінде ме, қалай ол? 2 күн ішінде ме? 3 күннен кейін, бірақ бір күнде бірақ шығара салған жоқ.
әрбір районда бөлек-бөлек қой енді. Иә. Қытайда ол Шыңжаң енді үлкен ғой. Сөйтіп содан шығара бастады. Сол жерде біз көзімізге жас алып, рульда кетіп бара жатқанбыз. Қуанышымызда шек болмады. Бірақ біз енді бүкіл халыққа ой міне біз биттік, біз жасадық, біз құтқардық деп айғайлаған емес. Біз осы уақытқа дейін бұл енді біздің бір жағынан ондай бойымызда да жоқ бақтану. Екіншіден бұл ары қарай толық шыққанша біз үндемейік деп, ары қарай біз сол кезде керемет енді бір өмірімде бір қуанышым сол шығар. Сол болды. Содан біз біріккен Еуропа парламентінің Брюссельдегі несіне бардық. Сол жерде Брюссельдегі адам құқықтары бойынша комитеттің басшысы Өмірхан Алтынаға хабарласты. Ол кісі мынау Норвегияда ма бір мемлекетте жүр екен, басқа мемлекетте. Соңында олар айтты, бір аптадан кейін келіңіздер, мен сонда боламын деді. Бірақ Өмірхан аға айтты, мынау Қазақстаннан келген, визасы уақыты аз, ертең кетеді. Сондықтан біз бүгін тапсыруымыз керекпіз деп еді. Деп еді, анау айтты, жақсы, онда мен қазір секретарға хабарласам, сол шығып, сіздерді күтіп алып, қабылдап алады деді. Міне, бұл жерде айтқым келгені, демократияның сондай адамның құқығын ең жоғарғы адамды бағалайтыны, мәселен бізде әзір мына жерде аудан әкіміне звондай алмайсың. Тіпті аудан әкімінің бір қызметкерлерінің өзін телефон алу қиын. Тіпті сол жерге барып жазылу үшін неше күн жазыласың, оның өзінде де әрең-әрең кіресің. Міне сол жерде бір Еуропа парламентінің үлкен адам құқықтарын қорғау басшысы басқа мемлекетте жүріп, міне сол біздің жағдайымызды біліп, сол жерде бір қыз шығып, бағанағы арыздарымызды қабылдап алды. Сосын енді мен айтам ғой, сіз арызымызды қабылдап алдыңыз. Бізге міне қабылдап алдым деп жазып берсеңіз деп сөйтем ғой. Сөйтсем айтады, неге дейді, не үшін дейді. Содан енді сіз қабылдап алғаныңыз, мен ертең мәселен қабылдап алмадым десең, ол Еуропада ондай не жоқ қой, сана жоқ. Ол алдау, кісіні алдау, бірдеме деп ондай болмайды ғой. Міне көріп тұрсыз ғой, мен қабылдап алдым ғой дейді. Мені Біріккен ұлттар ұйымының жанында және кімге де тапсырдық, Human Rights Watch деген адам құқығын қорғау ең үлкен ұйымы бар ғой. Соған да тапсырдық. Ол жерде де мен айтып едім, анау басшысы телефонын берді, несін берді да, мен қабылдап алдым ғой деді. Сол кезде мен видеоға түсіріп алдым енді кішкене. Бағанағы, өйткені біздің қазақтар айтады ғой, қабылдаған. Қазір біздегілер анау қалай дейді, бюрократтар көріп қалса сосын енді айтады ғой, мінекей біз Европа секілді көрдіңіз ғой, қабылдадық қой деп айтып тұрады енді бізге. Солай болды. Жоқ, енді бізде бағанағы канцеляриясына тіркеп, бағанағы бигуногын алсаң да ол мәселеге жауап бермейді ғой мәселе. Олар өз ісіне жауапты болғаннан кейін, бағанағы демократияның алдында олар бәрін. Міне, содан кейін біз қанша бағанағы телефонын берді, ол хабарласып тұрамыз. Енді сол жерден кейін Аллаға шүкір, үлкен, енді ата жұрттың ең үлкен мақсаты сол еді. Біріккен ұлттар ұйымына жетіп еді, соны аман есен жеткіздік. Қытайда қандастарымыздың 3 миллионға жуық қандастарымыздың жан айқайын жеткіздік. Сөйтіп қуанышымызда шек болмады. Содан кейін біз Германияға қайттық. Германияда қандастарымыз біз келе жатыр деп бір қой сойып, үлкен дастархан жайып, бүкіл бәрі жиналып отырыпты. Сол жерде ол кісілермен кездесіп, бәрі қуанып сөйтті. Енді сол жерде біздегі осы Қазақстандағы көп арыз жазған азаматтарда хабарласып, сіз келген кезде біз күтіп аламыз деп бағанағы өздерінің нелерін айтып жатты, рахметін айтып жатты. Бірақ мен келетін кезде осы Сержан Білаш ағамыз білмеймін, КМБ рұқсат бермеді, күтіп алуға болмайды деп айтты деп, бір-екі жігіт қана келді. Сонымен жалпы барып келген бір жерге барып отырдық, сол барған бәрі мәселені айтып. Сол жерде мен Біріккен ұлттар ұйымына барған кезде және Азаттық радиосы тікелей скайппен сөйлескен болатынбыз, сол жердегі мәселелердің бәрін. Енді мен өзімде Ата жастар деген тікелей таратып отырмын бүкіл нелерді. Енді осыдан кейін
бағанағы Серікжан Біләш ағамыз бағанағындай мен кетер кезде сондай маған айтпадың деген сияқты мәселені айтып, тіпті оны мына әлеуметтік желіге салып, WhatsApp үлкен топтарға айтып, маған айтпай кетті деді. Бірақ соған бүкіл халық сенді кәдімгідей, расында айтпай кетіпті, бүйтіп кетті деп. Бірақ енді мен бағанағы дәлелдерімді айтып жатырмын ғой. Оның бәрін әрбір адамға түсініп жатқан керек жоқ, жақсы. Енді оның бәрі бір Алланың алдында бәрі енді ашық. Енді содан кейін кішкене Сержан Біләш ағамыз мынау ата жұртты мен басқарсам деген кішкене нелер болды, біраз әңгімелер болды. Содан кейін мен жақсы басқарсын, берейін. Бірақ мен сол берейін деген кезде біраз біздегі ата жұрттағы ақсақалдар берме, өйткені енді бұл кісі кішкене артық кетіп қалады деген сияқты нелер болды. Бірақ енді мен айттым, жақсы, негізгі үлкен ата жұрттың миссиясы орындалды. Ендігі жұмыстар қайтадан сол арыздар жинап, солай жеткізу. Сержан ағамызға берейік деп, сол жерде бағанағы кішігірім сайлау сияқты жасап беріп, менің мақсатым былай болды. Сол кезде ата жұрт Сержанға Біләш ағамызға беріп, мен өзім сол бағана сіз айтқан Қытай тану институтын құрайық, Қытай зерттеу институтын құрайық деп. Ол идея сол кезде пайда болған жоқ. Ол идея сонау ата жұртты 2017 жылдың басында құрған кезде ата жұрттың жарғысында 4-ші пунктінде бар еді. Қытай зерттеу институтын құру. Себебі неге? Себебі міне Қытайдағы осы зұлымдықты көп адам аяқ астынан туылып қалғандай сезілді. Ал енді бізде бір институт болып, осындай Қытайлардың осы жоспарларын, о жақтағы бағанағы ең алғаш мектептерді жауып жатты, одан кейін бағанағы мектептерді қос тіл қылып жасады, содан кейін барып тілдің, біздің қазақ тілдің мүлдем барлық пәндерден алып тастады. Міне осындай жоспарлар бұл ұзақ жылдық жоспарлар еді. Міне осыны зерттеп, немесе тек қана Қытайда қазақтар емес, біздің Қазақстанда Қытайлардың біздің әртүрлі саламызға қалай игеріп қазір тіпті біз әзір Қытайсыз күн қарамайтын жағдайға жеттік. Міне осы жерде біздің Қытайдың қауіптілігі туралы бірде-бір институт жоқ, зерттеу жоқ. Сондықтан да біз енді Қытайда туылып өскеннен кейін Қытай тілінде жақсы білеміз. Сөйтіп осы азаматтармен Қытай зерттеу институтын құрайық деген үлкен арман болды. Сөйтіп мен енді сол Біріккен ұлттар ұйымына қайтып келгеннен кейін бағана Сержан Біләш ағамызға берудің алдында мен Астанада Нұр Отан партиясының бір несіне жастарды сол жылы жастарды қолдау бірдеме болған. Сол жиналысқа шақырды. Сол жиналыста маған бір сыйлық берді. Мен сол Астанада жүрген едім, бағанағы жастарым. Сол кезде жалпы мен осы идеяны айттым. Мынау Қытай зерттеу институтын құрайық деп. Сол жерде бәрі қолдады. Тіпті мемлекеттің өкілдері, сол Нұр Отан нелері отыр ғой, өте дұрыс, өте жақсы деді. Сөйтіп мен қайтып келгеннен кейін мен үлкен Алматыда дастарханға бағана Сержан Біләш аға бүкіл бәрі ата жұртта енді ол кезде көп біраз мәселе болғаннан кейін бізде ата жұртта көп азаматтар шығып кетті. 50-ге жуық азаматтар шығып кеткен, біраз азаматтар қалған. Мен оларды шайға шақырып, міне мен енді ата жұртты сіз-ақ жүргізе аласыз, мен мына Қытай зерттеу институтын құрайын, осылай ең маңызды деп, сол кезде мен олар сол кезде маған құттықтап, өте дұрыс деп шапалақ шалып шығарып салған болады. Енді былай әлеуметтік желіде мынау Қыдырәлі ата жұрттан кетіп қалды, сатып кетті деген сияқты әңгімелерді таратты. Мен ол жерден кетсем де, кетпесем де өзімнің еркім, өзімнің құқығым. Бірақ әлі де, мәселен мен енді әзір Қытайда, оның көйінде біз Қытайда қазақ мәселесін бірнеше рет көтеріп келдік. Бірақ міне 2019 жылы Қытайдағы сол лагерьде отырған қазақтардың қаншасы келді. Лагерьде мәселен маған арыз жазған 1000 адамның 90% лагерьден шықты. Ал қалған бір 10%-дары бағанағы түрлі дінмен байланысты, анау-мынау сондай дәлелдермен кейбіреулерін соттап жерді. Дінге байланысты бағанағы
анау мынау деп мынау экстремизм деп олар соны желеу етіп соттап жіберді. Енді сол азаматтардың бағанағы талайы елге көшіп келді. Қазір өте көп Қытайда лагерьде отырған азаматтар осында. Жай азаматтар да көшіп келді. Соған байланысты 2019-да біз мынау солтүстік облыстарға, Павлодарға біраз отбасыларды алып бардық, және де Қытайдан тікелей көшіп келгендерін. Міне осындай жұмыстар. Қазір сол Қытай тану институты не болды дейсіз ғой ары қарай. Қытай тану институтына байланысты мен бағана қайтадан тіркеуге жарғысын жазып, не жоспарлар жасау керек. Мәселен, өте көп Қытай зерттеу институтының өте үлкен сала, ол бір мемлекет айланысу керек, негізінен біз сияқты жеке емес. Ол жерде түрлі мұнай газ саласы, білім саласы, қазіргі инвестиция саласы, мынау трансшекаралық сулардың ластануы, экология мәселесі. Қытайлар мәселен біздің ешбір рұқсатымсыз о жақта суларды жан жаққа бұрып жатыр, бізге келетін сулардың. Мынау Іле, Ертіс деген сияқты өте көп проблемалар бар. Міне осы салаларды әрбір салаға бөліп, толық жарғыларын жазып неге өткізгем, юстицияға, бірақ бізді тіркемеді. Білмеймін енді не үшін тіркемеген екен. Ал енді осы саланың бәрін жүргізу үшін кәдімгідей қаржы керек. Мықты азаматтар өте көп. Қытайдың жоғары университетінде, Пекинде, Шанхайда оқыған мықты азаматтар бар. Тіпті осы Қытайдың саясатын бітірген политологтар бар. Міне осылардың бәрін жинап бір керемет институт жасайын деген арман болған. Өкінішке орай қаржыға байланысты. Мен өзімде қазір сол 5-6 дәріханам болғанда алып жүріп кететін едім, бірақ кейін өзімде де 2 жылда мен тіпті үйге қарай алмай кеттім. Сосын осы қаржыға байланысты мемлекеттен, тіпті сол кезде айтқан, мемлекеттен бағана тендерге қатысып осыған байланысты ақша бөлінеді деп. Тіркелмедік, ақша да жоқ, сонымен бұл солай қалды. Бірақ біздің біраз сол Қытай тану институтына мүше болып сол кезде ұйымдасқан біраз азаматтар бар. Олар қазір түрлі мынау әлеуметтік желіде YouTube каналдары бар. Сол жерде Қытайдың осы мәселелерін түрлі тақырыпта лекциялар, түрлі зерттеу мақалалар жазып жатыр. Мен енді одан кейін Қыдырәли, кешіріңіз, мен бір сұрақтар бұла дөрекелеу сұрақтар. Қараңыз, енді Қытайдың қазақтары дейді, екіге бөлінді. Біреулері, мен өткенде Фейсбукта жаздым, біреулері Қытайдың шпиондары, жартысы бізге солай болып көрінеді. Жартысы тағы да олар да шпион болып шығып жатыр да. Бір сол қаншама осы Қытайдың шпионы деу, о жағынан бұлай өте бір қатты бір сөз ғой бұл айтуға. Анау Қытай шпион, мынау Қытай шпион дегенде сондай сұрағыңыз өте орынды. Келсем, дәл қазір кезде мынау Қытайдан келген қандастар бұрын, бұдан бұрын, немесе 2017-тен бұрын Қытайдан келген қандастарды бір білімге құштар, еңбекқор, сондай деп бағалайтын. Мәселен, Қытайдан келген қазақ жастарының бәрі мына университетке бірден түсіп кететін, өйткені мықты оқып келеді. Сояқтан мен айтар едім, Қытайдан келген қандастардың 99% ұлтын сүйетін азаматтар болғаннан кейін осында келді. Әйтпесе олар Қытайда жанбағамай қалған жоқ. Осы жерден несеше мықты жұмыс, бағанағы жанын бағып, керемет шалқып жұмыс істеп отырған, еңбек етіп жатқан болады. Бірақ осы жерге келгені, олар өзінің жүрегінде отаным деген бір ешкімге білінбейтін бір сезім болады. Оны мәселен осы жердің халқы түсінбейді. Мәселен, мен өзім о жақта мықты оқыдым, университетке түсуге ең мықты оқып жүрген азаматтар едік. Бірақ соның бәрін тәрк етіп, осы жаққа келдік. Тіпті келгенде біздің алдымыздан біреу күтіп отыр деп те келмедік. Әйтеуір елімізге жетсек болды деп бір махаббат, әлгі анаңды сағынатын бір махаббат болады. Сол сияқты өзіңді еш жерге қоярға жер таппай осы елге келгенбіз. Міне мен ойлаймын, осындай барлық азаматтар өстіп келді. Қазақстанды біз сол Қытайда жүріп, тек Қытайда тұрсақ та
жүрегімізде Қазақстан тұрды. Қазақстан туралы қандай бір хабар шықса соған қуандық. Қазақстан туралы мына Олимпиада болып жатады, біз сол жерде соны тек Қазақстан көру үшін соны көріп сөйтіп Мен өстік. сенемін бұған. Өзімді Сондықтан да қазіргі мынау Қытайдан келген қандастардан шпион жасау, олардан күдіктену, ол әрбірден кейін мынау біздің жан жағымыздағы жаулардың үлкен жоспары, үлкен идеологиясы. Сосын анау енді ой ғой, сіз анау Қытайды зерттеу, енді мен келісемін, бізге тек қана Қытайды емес, жан жақты өзіміз қазақ мемлекет болғаннан соң, тәуелсіз мемлекет болған соң зерттеу керекпіз. Алдын ала не болатығын, сондай жоспар, олардан не күту болатығын сіз айтқандай. Және де біз өз-өзімізді де зерттеуіміз керекпіз. Қазақтар қалай бөлініп жатыр, кім неден бөлініп жатыр, не істеу болатығын білмеймін. Өкіметте ондай бар шығар істеп жатқанын, оны өзімізді жасау керекпіз. Мысалы, мынау өзіміздің мысалы біз жерде осы жақтағы қазақтар қандай бөледі, қазақ тілді білетін, білмейтін, дінге кірген, кірмеген, діннің өзінде қандай тармақтары бар, бір-бірімен қандай араласуда, көзқарасуда, және өзге ұлттар бар, олар қарай бәрін сол біз көріп тұрып, осылай әңгімелесіп, соларменен сұхбатқа шығып, бір-біріміздің сондай бір ортаны табып, сондай жұмыс жасауымыз керекпіз. Өйткені бізді зерттеп жатқан, бізді зерттеп жатқан сырттағы күштер, олар бізден де одан көп білетін шығар. Біз аңқау болып жүріп жатырмыз, олар мынауны бізді бөліп, және де біліп, мүмкін енді жұмыстарын жасап жатыр. Біз олардан мықты білу керек бір-бірімізді. Әйтпесе бізді мал ретінде ұстап жатқандарды, биліктегі адамдар бар. Бізге қазаққа былай жанашырлық жоқ, бірақ та біледі, қазақтар осылай бөлінеді, ақшасын берсе үйтеді, бүйтеді дегендерді. Қытайлардың да өздері бізді әбден біліп алған шығар. Олар бізді ғана емес, жан жақтағы. Сөзіңіз аузыңызда. Осы жерде қазір Қытайда енді олар ешқашан ашық ештеңке жасамайды ғой. Оларда 14 институт бар екен. Тек қана Қазақстан зерттейтін. Сондықтан да осы 14 институт азғантай қазақты баяғыда зерттеп, мен тіпті ойлаймын, күнделікті ақпаратты біздегі бәрін күнделікті аударып жеткізіп, тіпті біздің әрбір ауылдың әкімі бүгін не істеді, қандай шара ұйымдастырды, оның туыстары тіпті осыған дейін бәрін зерттеп, қаттап, шоттап отырады. Сондықтан да біз әзір ұйқыда жатырмыз. Мынау көбі айтатын шығар, мынау шығыстану кафедралар бар біздің әрбір университеттерде. Олар Қытайды зерттелін оқытады. Қытайдың бана идеологиясы, енді олар Қытай тілін оқытқаннан кейін Қытайдың ақпараттарын жібереді. Тіпті осы бір өкінішті, Қытайлар қазір осы шығыстану кафедраларында оқыған студенттерді Қытайға жыл сайын тегін қыдырту, Қытайдың үлкен қалаларында апару. Олардан кім болып шығады? Мен сабақ беріп тұрамын балаларға. Осыдан бір 4-5 жыл, бір 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта бала Қытайда оқыған. Әке-шешелері мені тауып, соған көмектесші деп атқан. Ол сонда 12 жастағы баланы әке-шешелері жіберген соған Қытайға бір жерге. Сонда мен сұраймын, қалай екен дейді, мағам дейді, енді математикадан нашар, енді ол жерге тіл үйрену керек, көп қой қиыншылықтар. Сонда директор дейді, енді бір сыныптан екінші сыныпта өткенде маған осындай сұрақ қойды дейді. Енді Қытай ғой директор ол жақта. Кішкентай әке-шешелері жіберген, 12 жастағы баласын сол жерде Қытайда тегін оқысын дегенде. Сонда директоры одан сұрап атқан, егер сендерде президент па, бір нәрсе басқа енді ұлт па дегенде келтіріп атыр да, шетелден болса дегенде, қалай қарайсың деп
сондай сұрақ қойып жатыр. Былай қарағанда баланы езіп сындырып жатыр. Ол тек қана маған бір ғана кездескен дегенде кездейсоқ мен оған күнде оны Қытайдан оқып жатқан балаларды танымаймын ғой. Кездескені сол болып жатыр. Ал қаншама мыңдаған балаларды сындырып, ол жақтан қыздарымыз бар, оларға сындырып, әке-шелерін де сындырып жатқан да шығар. Енді осы жерде бір маңызды нәрсені қоса кетейін. Дәл қазіргі уақытта Қытайда біздің 14 мыңға жуық біздің студенттер оқиды екен Қытайдың университеттерінде. 14 мың. Сіз әзір мынау интернетті ашып қалсаңыз, қазір карантин ғой енді. Осыдан 5-6 жыл бұрын өте қауырт түрде жұмыс жасады Қытайлар. Интернетті ашып қалсаңыз, без экзаменов грант в Китае деп тұрады. Орысша көбінде. Ешқандай емтихансыз Қытайдың үздік университеттеріне грантқа түсе аласың деп. Ал енді қарасаң сондай 20 неше компания бар. Сосын біздің ауылдағы қазақ жастары 11 бітіріп, оң солын әлі танымай, Алматыдағы үлкен университеттерге түсуге келеді, бірақ түсе алмай қалады. Түсе алмай қалғаннан кейін анау интернетте бірден біреуіне көріп, ананы көреді. Сол көргеннен кейін сол компанияға барады. Барса тек қана жеке куәлігінің көшірмесін береді, болды. Бүкіл құжаттарын дайындайды, аналарды тегін алып кетеді. Тегін апарып, оларға мынау гостиницалық, қонақ үй форматтағы неде жатақханада жатады, және ай сайын $500 стипендия береді. Сөйтіп, олар Қытайдың үздік университеттерінде 5 жыл оқиды. Міне осы 5 жылда оларға Қытайлар мына қазақтың баласын жақсылап оқытайық, білімді қылайық деп оқыта ма? Жоқ. Ол жерде үлкен идеология жүр. 5 жыл бойы Қытайда олардың миларына сіңіреді. Осы әлемде Қытай ғана билейді, Қытай ғана мықты, Қытай ғана ұлы деген нәрсені мынау мен түсінер едім. Егер университетті осы жерде бітіріп, сосын магистратура бағанағы докторантураға барғанда кішкене саналы болып барады. 11 бітіріп, мектепті енді бітірген балаларды апарып солай оқыту, және оған біздің рұқсат беріп жатқан біздің мынау енді сыртқы істер жағы өте үлкен бағанағы не жасап жатыр қазір, кемшілік. Міне осы 14 мың, бағана сіз айтқандай 14 мың ертең кім болып келеді бізге? Ертең олар осы жерге келгеннен кейін де бұл Қытайлар, бізде енді жемқорлық деген өте керемет жайлаған мемлекетпіз. Сондықтан Қытайлар сол 14 мыңның мыңын анау жоғарғы басқару органдарына істетеді. Тіпті олардың арқырай соларды әрбірін қаржыландырып, оларды біздің ең жоғары билікке қарай апарады. Сол кезде мынау Қытай өзінің бүкіл талабында, арманында осында орындайтын болады. Міне бұл Қытайлардың оңтүстіктегі оңтүстік Азиядағы мемлекеттерді қалай жаулап алды, қалай оларға экономикалық жақтан бағанағы оларды құрсаулады. Міне осының бәрін зерттеп жатқан бірде-бір институт жоқ. Міне осыған мен айрықша алдыңғы жылы мен бір мақала жазғам осы. Қытайға балаларыңды Қытайға оқытпаңдар деген тақырыппен. Бірақ өкінішке орай әзір биыл ғана мына карантин кезінде тоқтап тұр ғой. Әйтпесе ол 14 мың деген осы жерде Қытайлар тіпті үйленуге қазақ қыздарын Қытайларға тұрмысқа шығуға үгіттеп жатыр. Ол туралы тіпті видеолар жасап, бүкіл анау орталық телевизиядан көрсетіп, мынау Қытайда Қазақстаннан барған қыздың Қытайға тұрмысқа шығып, ары қарай керемет жерде өмір сүріп, ол мемлекет қызмет береді, үй береді, машина береді. Міне осындай жағдай жасаған соның бәрін үгіттеп, біз әзір барлық жақтан мен қайтадан айтып жатқан, біз жан жақтан өз-өзімізді де зерттеуіміз керек. Қалай бөлініп жатырмыз, қай жақтан әлсіз жағымыз қалай дегенімізді. Соның біреусі бар. Біз қазір сіздер былайша айтқанда, қазір біздің әңгімемізде Қытай туралы болып тұр ғой. Сіз ата жұрт болғаннан соң тағы да басқа. Енді бізде осылай бөлініп жатыр. Олар Қытай дей береді.
Қытай дей береді дейтінбіз біздің жақтан бар. Ол менен де шығуы да мүмкін. Мысалы, Сержан Біляш Қытай деп біздің сол, негізде біздің жауымыз мына жақта деп жатырмыз, иә. Ол да біздің жақтан, енді біздің жақтан емес бөліп жатқандай болып тұрмын. Енді солай болып тұр ғой. Енді мысалы Сержан Біляшты ол түсіну болады сондай кісілерді, иә. Ол ана жақтан бір нәрсені енді қолын бір кесіп алды, бір қатты қанап жатыр, соны сезіп айтып жатыр. Мына жаққа енді бажылдап деп жатырмыз да, шыңғырып. Бірақ жақтағыларды мына жердегі проблемалар ол көрмеу да мүмкін. Сол осы бажылдауменен осы жақтағы проблеманы күшейту мүмкін. Мысалы, Сержан Біляш. Өткендегі, мен айтпақша сұрайын деп отырмын, қасыңызда анау Ербол деген жігіт болды ғой, иә? Бержан, Сержан қасында. Ол сіздің қасында жүрді ғой, иә? Ол кездерде. Иә, Ербол деген жігіттің де шешесі бір кезде сол Қытайға барып паспортынан айырып келе алмаған кезде сол келіп негізі 2018-де келді ол жігіт. Сол Атажұртқа келіп бағана арыз жинап жүрді, арыз тапсырып жүрді. Содан ары қарай бізбен бірге жұмыс жасады. Кейін мен кеткен кезде ол кісілер Сержан Біляштың жанында бағанағы Ербол Дәулетбек, Қайрат аға сияқты біраз азаматтар қалды. 5-6 адам. Кейін бірақ ол кісілер де бөлініп кетті. Қазір бөлініп кетті. Бір-бірін нетіп, сен шпионсың, мынау шпион деп, сондай былай қарағанда әлсіздікті көрсетіп жатыр болып тұрды. Сол несі, енді былай ана жақтағы түсіну болады Қытайдағы қиыншылықтар. Бірақ та ар жақтан зерттеген не себептен болған, қалай дегенде, ар жағына да енді бір қиналған адамдарды сен кінәлі деп айту қиын, бірақ та ар жағында да біз жақтан да шықты ғой. Өйткені олар ұйғырларменен бірігіп, ұйғырлардың жағдайы бір бөлек, қазақтардың жағдайы бір бөлек, бірақ та ұйғырлардың олар мүмкін топтарына кірген де шығар. Олар кімдердің мұсылмансыз экстремистердің топтары. Олар басында солай ойлаған, Қазақстан егемендік алып жатыр, аналар алды, бізді аламыз, анау Сауд арабтарменен біргеміз деп мұсылмандар көмектеседі. Мұсылмандар ана жақтан анау Сауд Арабия ешқандай не де жасаған жоқ, айтқан жоқ, Қытайлардікі дұрыс емес деп. Сондай қате жолдармен кетті, адасып емес, енді қалай дейді, алданып, солдай бол. Оны да мойындау керекпіз. Қандай қате жасалынған, оны айтып атқан жоқпыз ғой, оны да айту керекпіз деп ойлаймын. Дұрыс айтқаныңыз. Негізі бұл жерде алға Қытайда қазақтарға мен келіспеймін, қазақтардың өзі кінәлі дегенге. Ол Қытайдың өзінің құрамындағы ұлттарға жасалып жатқан ассимиляциялық бағанағы саясаты. Ол дінге де байланысты емес. Егер ислам дініне байланысты десеңіз, онда ана Тибетті неге олар бағанағы Тибетті қалай қырып, қалай жасады? Ал неге моңғолдарға неғып жатыр мәселен? Қазір бұл жерде жалпы Қытай өзінің құрамындағы кез келген аз санды ұлттардың бәрін тілін, дінін жойып өзіне ассимиляция жасауды бастап жатыр. Енді бұған дейін олар Тибетті, ұйғырларды жасаса, енді қазақтарға келді. Бірақ соларға түрлі сылтауларды өздері жасайды. Мәселен, ұйғырларды да сондай неге ілу үшін осы терроризммен байланыстырып өздері ұйымдастырды. Бірақ аңқау қарапайым халық соларға ілесіп кетті де, ең соңында Қытайлар оларды террористер қылып көшеге шығарды. Оның бәрін Қытайлар ұйымдастырды. Ал олар көшеге шықты, сөйтіп халықпен бағанағы өлтірді. Міне соның кейін әлемнің өзі бүкіл терроризмге қарсы болып жатқан әлемге дәлелдеді Қытайлар. Міне ұйғырлар осылай деп. Ал енді қазақтар ешқашан өзі қой аузынан шөп алмайтын қазақтар ғой, қайда болса да. Ешкімге зәбірі жоқ, сондай келе жатқан қазақ. Ал енді осы кезде қазақтарды да сондай ассимиляция жасау үшін лагерге тығу керек болды. Ал ол үшін
Оларда түрлі қазақтардың арасына бағанағы неше түрлі іріткі салып, оларды діндік жақтан түрлі кіргізіп, оның бәрін өздері ұйымдастырып жатты. Ал енді тіпті бірден бір олардың айтқан сылтау бағанағы Қазақстанға бардың, қазақ өздері заңды түрде жасаған паспортымен барды, олар шекара бұзып барған жоқ. WhatsApp орнаттың, ол біздің программа емес деген сияқты қисынсыз сылтаулар болды. Ал енді ұйғырларға мүлдем басқаша. Қазақтар мен ұйғырлардың арасы жер мен көктей. Сондықтан да біз осы мәселеде біз тек қана қазақтың мәселесін, бейгүнә қазақтардың мәселесін көтердік. Әйтпесе адам құқығы бойынша бәрін көтеруге болар еді. Бірақ біз ұйғырлардың мәселесіне осы 2 жыл бойы бірдей бір жолаған емеспіз. Өйткені олардың өздерінің бөлек ұйымы бар, бөлек несі бар, біз соларға барыңыздар дедік. Енді өкінішке орай кейінгі кезде сол Сержан Білаш ағамыз бағана ұйғырлардың мәселесіне араласты. Бұл араласу керісінше біздің қазақтарға тиімсіз. Қазақтарды керісінше сол Қытайлардың бағана қазақтарды да террорист қылып көрсетуге бір табан жақын қояды. Міне, мына ұйғырлар террористер, олармен қазақтар біріккен деп айтуға әбден шарт жасайды. Сондықтан да біз ұйғырлардың мәселесі мен қазақтардың мәселесін шатастырмау керекпіз. Қазақтар ешқашан ондайда террористік, экстремистік ешқандай қимылдарға да атсалысқан жоқ, жасаған да жоқ. Сондықтан енді кейбір кісілер бағанағы дін оқыған, өмір бойы молда болғаннан кейін шәкірт тәрбиелеген, міне осының бәрін Қытайлар алады да терроризмге сала салады да, міне бүйткен, сөйткен, заңсыз бүйткен деп ұрады. Тіпті өзінің университетінде ислам университеті бар. Қытайда Үрімшіде үлкен ислам университеті бар. Сол университетті бітіріп, сол дипломмен бағанағы молда болып жатқандардың өзін қамады. Иә. Сондықтан да журнал салған ресми 99% қазақтар кінәсі жоқ. Қараңыз. Кейбір қазақтар болмаса. Соның өзі деді, біздің әңгімеміз қалай болса да Қытайдың қазақтарға болып жатыр да. Мен қосқым келеді, бізге жан жақтан зерттеуіміз керек. Сіздер тек қана Қытайдікі емес, және осы жақта қазақтарды түсіну керек. Мен шынымен айтқанда менде таныстарым, достарым көп бар деймін да, көп деп. Олармен араласам, сұраймын. Сонда кейбірлері болып қалады, енді Қытайдан келген дейміз да, қалай бұл жерде ұнайды ма? Ұнайды. Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы дейді да. Ал бұл жерде қаншама жағдайымыз, біздің қазақтың жағдайымыз, мемлекеттің болашағы, ұлттың болашағы, олар ойламайды да, білмейді да. Оларға кейбірлерге осылай көрінеді. Келдім, Қытайдан келдім, бұл жақта Европа секілді түсініксіз сөз тіл бар, Европаны көк көз европалықтар секілді мен де үйренемін, осындай болам дегенде, сондай сөйлегенде орысша сөздерді қосып бір сауатты болам деп, орысша үйренем деп, қазақ тілден сон кішкене біз секілді, мангурттер секілді айналам дегенде болып тұрады. Мен түсініп жатсыз ба мені? Дұрыс. Айтқаныңыз дұрыс. Оны оларға түсіндіріп жатқан ешкім жоқ. Осындай. Ол бір мәселе бар тұр. Қазір мен енді жасымда сондай ғой, ұмытпау үшін айтайын деп едім. Сосын кейін ұмытып қалдым, айта бердің сен. Жалпы өте дұрыс. Мынау жергілікті бізде әзір мынау шеттен қандастарымыз шақырдық. Дұрыс. Бірақ сол қандастарымыз шақырып алып келгеннен кейін оларға бағанағы адаптация дейді ғой. Оларға мына сіңісу, осы механизм түк ешкім істеп жатқан жоқ. Әрбір қазақ әйтеуір көшіп келген жеріне барып сіңіп сөйтіп кетіп жатыр. Дұрыс айтасыз, бағана жастардан кезігеді. Кейбіреулері сөйтіп бағанағы арасына орысша қосып сөйлегісі кеп, бір керемет болып көрінгісі кеп, ондай да бар. Ал енді біздің қазақтарда ол мәселені оларды түсіне алмай жатыр. О да жоқ. Ол мәселен біздің жергілікті қазақтарға да мәселен мына қандастарымыз туралы түсіндіру мәселелері жоқ. Ешқандай үгіт насихат жоқ. Керісінше осы жерде бағанағы
біздің көрші бағанағы жаушы кейбір мемлекеттер осыны пайдаланып жатыр. Осы жерге әрбір басқаша идеология жасап. Мәселен, міне кейбір қандасы мен көп білемін, ауылдарға барсаң, ой, мына оралмандар келді де мемлекеттен қаржыны алып байып кетті, біз осы жерде мемлекетте жасап жатырмыз, біз ештеңе алмай, біз кедей болып қалдық дейді. Ол жерде де дұрыс ақпарат жоқ. Мәселен, сол мемлекеттен алатын квота дейді. Әзір заң бойынша тек мына солтүстік облыстарға барсаң ғана 92 мың теңге, 35 семерпі, 90 мың теңге төңірегінде ақша береді. Ал ол 90 мың теңге деген не ол? Өмір бір-ақ рет беріледі. Сол 90 мың теңге дегенде бір айда ойнап жүріп тауып алады. Ал енді соны халық естімейді да, бір 9 миллион ба, 90 миллион ба беріп жатқан сияқты болып көрінеді ғой. Квота беріп жатыр. Сондықтан да мен әзір осының өзі біздің қандастар мен жергілікті халықтың арасында бір іріткі салатын нәрсе. Сондықтан да әзір бізге квота бермей-ақ қойсын. Бізге бір неше жылдап азаматтық алу бір сұмдық, енді өміріндегі қазақтардың, қандастардың қиналатын бір, өмірінде қиналатын бір сұмдық жері бар, ол азаматтық алу. Сондықтан осы азаматтық алуды бір айдың ішінде беретін болса, ол қандастарға басқа түк керегі жоқ, ештеменің керегі жоқ. Және олар мына солтүстік облыстарға барып еңбек ету үшін Қытайда қандай олар еңбекқор, малын бақты, егін бақты, тура сол еңбегін осы жасау үшін оларға жер беру керек. Жерді бағана сатып емес, жалға беру керек. Және ол жерге берілген жерді екінші біреуге жалға бермеу керек. Жалпы біз әзір көтеріп жатырмыз ғой, жер сатылмасын, жалға берілмесін деп. Жер сатылмасын, жалға да берілмесін шетелдіктерге. Бірақ өзіміздің Қазақстан халқына жер жалға берілсін, бірақ суб аренда дейді ғой, екінші біреуге жалға берілмеу керек. Олар сен жалға алып алып, басқа Қытайға, шетелдіктерге жалға берсе, ол болмайды. Міне осындай жерде көп механизм бар. Қазір Нидерландта, мәселен, неменеде, Канадада міне осы система. Біз соларды алуымыз керекпіз. Сондықтан да бұл жерде бағана өзі дұрыс айтып жатсыз. Біздің жергілікті қазақтарда ақпаратпен осы түсіндіру жұмыстары, жалпы қазақтың бірлігі туралы ешқандай жұмыстар жасалып жатқан жоқ, өкінішке орай. Осы қараңыз, сіздің анау енді арт жағында Халық демократика партиясы деп жазылып тұр, әпедемі. Халық демократика партия деп жазылып тұр. Біздің әңгімемізге ол сай емес па, осы сіздің партия тіркелген ба, әлде қалай ол? Дұрыс айтасыз. Жалпы мен енді бағана айттық қой, Қытайда қандастарымыздың мәселесі, Аллаға шүкір, осы айтпаймын біздің мемлекет көмектеспеді деп. Бағана сыртқы істер министрлігінің еңбектері бар. Дәл сол мен бағанағы 3 күннен кейін адамдар немене жазып, хат жазып, үшінші сұрат дедім ғой. Тура сол күні Астанада Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі, сыртқы істер министрлігі мәлімдеме жасады. Қытайдағы 1000-ға жуық қандастарды лагерден босататын болды деп. Міне сол жинады. Бірақ бұл жерде сыртқы істер министрлігінде еңбегі өте көп. Өйткені біз қанша конференциялар жасадық, қанша жұмыстар жасадық, шетелдік тілшілер келіп, соларды күтіп алып, міне осы жерде бізге ешбір кедергі жасаған жоқ. Мен сол үшін де рахмет айтамын. Және де біз сыртқы істер министрлігіне талай барып ақпараттар, осы нелерді тапсырып жаттық. Ол кісілер сол әрбір тапсырған арыздарға немене жасап отырды, бағана хат беріп, жауап беріп отырды. Оны осы жазған кісілердің өзі әбден жақсы біледі. Себебі мен сыртқы істер министрлігіне арыз жазған кезде көбінде осы кісілердің өздері бар тапсырыс деп, Алматыдағы сыртқы істер министрлігінің өкілдігі бар, сол жерде өздері тапсырды. Сөйтіп өздеріне хаттар, жауап хаттар келіп отырды. Содан кейін енді Аллаға шүкір, одан кейін 2019-да қазақтар көшіп келе бастады. Міне 2020-ның январ-февраль айында да келді, қазақтар көшіп келді. Ол қазақтар бар. Бірақ февральдан бастап Қытайда карантин басталды, жабылды. Енді әзір мен дұрыс айтасыз. Тек Қытайда қандастар, шеттегі қандастардың мәселесі емес. Біздің өзіміздің жергілікті, өзіміздің қазақ мемлекетінің, мен өзім Қазақстан азаматы болғаннан кейін, неге мен өз жерімдегі өзімнің халқымның жағдайын неге қарамаймын? Мәселен, күнде кетіп бара жатып көшеден бір нәрсені көріп көңілің қалады, жүрегің ауырады. Сосын неге осыны біз өзгертпеспеке? Неге осыған атсалыспасқа? Болашақ жастардікі деді. Сол жастар біз ғой. Егер мен осыған
атсалыспасам кім жасайды деп мен былтыр президент сайлау кезінде осы бақылаушы болып бағана Қосанов деген кісі бар ғой, сол кісіні қолдап бүкіл қазақты шақырып сол жерде бір керемет бір өзгеріс болады ау деп жан тәнімізбен түнімен ұйықтамай сөйтіп жүрдік. Бірақ нәтижеде оның да жақсылығы болды. Қанша қазақтар мынау сахнаға шықты, өзінің сайлаудың не екенін түсінді. Өмір бойы сайлауға бармаған қазақтар сайлауға барды. Сөйтіп олар сайлаудың маңызды екенін түсінді. Біз қанша жеңілсек те сол жерде көптеген белсенділермен таныстық. Қазақтар өзінің ойын ашық айта бастап, мынау демократияға қарай жақындай бастады. Содан кейін барып мен сол белсенділермен мынау Қазақстанның ішкі мәселелеріне көбірек араласып, сөйтіп былтырдан қыстан бастап біз мынау алдағы парламент сайлауы болады. Біз соған міне біздің белсенділер бару керек. Ол өздері дайындап қойған депутаттар емес, халықтың ішіндегі нағыз жанашырлар бару керек деп, сөйтіп біз Халық партиясы деген партияны құрып бастадық. Бірақ енді бұл партия құруда жай жұмыс емес, бір жағынан қаржы, бір жағынан оның өзінің тәртіптері бар. Енді парламент сайлауы өте аз қалды. Біз тіркеуге үлгере алмай жатырмыз. Енді бір жағынан соның кейін басқа партиялар бар. Енді сол партияларға кіріп барайық десең, ол партияларда өзінің жоспарлары, пландары бар, сені кіргізгісі келмейді дегендей. Кейбір партиялар, құрылып жатқан партиялар бар. Әрбір адамға бір сені, мен осы Қытайда қазақ мәселесінде 1-2 жыл жүргенде кәдімгідей өмірден тәжірибе алдық. Саясатқа кішкене араласқаннан кейін бағанағы ауыз күйген үрлеп ішеді деп кейбірлерге сенбейсің. Содан кейін өзімнің жанындағы осы халықтың ішінен шыққан, аузын ашса жүрегі көрінетін бір қарапайым азаматтармен бірігіп, біз халықтан бір партия құрайық, халық партиясы деп құрайық деп сөйтіп ұйымдасқанбыз. Енді соңғы кезде мынау алаш желтоқсан ұлттық партиясы деп Гүлбахрам Жүніс деген апайды мен осы Қытай қазақ мәселесін көтергеннен бастап ол кісі келіп, осы Қытайда қазақтарға араша болып сөйтіп жүрді. Өте ұлтшыл кісі. Сол кісіні жақсы танимын. Сол кісі осы жақында мені шақырды, осындай партия құрып жатырмыз, келіп кет деп. Соған бардым. Қарасам, бұл кешегі мынау Совет өкіметі кезінде алғаш Қытайлар, орыстарға қарсы шыққан біздің ұлтшыл жастарымыз. Біздің желтоқсанның боздақтары. Міне сол кісілер құрып жатыр екен. Бірақ олар тек қана желтоқсанның партиясы емес, алаш желтоқсан дегеннен кейін барша алаштың партиясы болсын, желтоқсанның партиясы болсын деп құрып жатыр екен. Сонда қарадым да, неге біз осы бас-басына бүй болып, алды-алдымызға бөлініп жүреміз. Бірігейік деген мақсатпен әзірге енді көріп жатсыз ғой, талай партиялар көп құрып жатқан, бөлініп, сондықтан да бір жағынан көп сындар айтып жатады, неге бірікпейсіңдер деп. Сондықтан да осы жерде мен өзімнің әріптестеріммен ақылдасып, жақсы, біз бірігейік, мына алаш желтоқсан партиясымен бірігіп, мақсат бір, сондықтан мына бір жағынан алды-алдымызға жүрген халықтан ұят болады, халықтың алдында бірігіп, мына берекені бір бағанағы айтып жатырмыз ғой, осы халықтың арасында берекеміз кетіп бар жатыр, соны ұйымдастырайық деген мақсатпен бірігіп жатырмыз. Қазір сол алаш желтоқсан ұлттық партиясы мен халық демократия партиясы бірігіп, қазір мынау бағдарламамен ұстаптарды жасап жатырмыз, жақында дайын болады. Сөйтіп халыққа өз бағдарламамызбен ары қарай қол жинауға шығамыз. Алла қаласа. Енді былай көп нәрселер сөйлейтін, әңгімелесетін қалған шығар, енді тағы мынау осы мынау Марғұлан Боранбай деген кісіні естіп жатсыз ба? Бір ол неге қамауға алынған деп. Естідім, және ол кісіні шығаратын кезде мен барып күтіп алып сол сөйлестім. Бірақ мен Марғұлан Боранбай деген кісіні бірінші рет көрдім сонда. Ал енді мынандай YouTube каналдардан ол кісінің өткендегі мынау Башко деген анау орыстың несіне барып қайланысты айтқан, мен толық тыңдап, сондай риза болдым ол кісіге. Сондай риза болған сонша
соның арасынша бір хабарласып сол кісімен кездесейін деп жүрген кезде ұсталып кетті да. Содан кейін барып ол кісі шыққан кезде барып ол кісімен сөйлестім, бірақ көп сөйлесе алмадым. Қазір енді әлгі үй қамақта. Енді бұл Марғолан деген ол кісілердің бірі ғой. Бірақ та өзін тікелей сіз ана ұлтшыл дедіңіз ғой. Ол өзін тікелей ұлтшыл деген азамат. Соған енді күштер қарсы бар. Ол адам болғаннан соң ол адам ғой. Серікжан Біләш апедем адам, ол да адам ғой, былай қарағанда. Әрине. Иә, Марғолан Боранбаев өз жұмысын атқарып жатыр. Ол мысалы, ол Ресей жағыменен көбінде. Біз қазір Қытай жағынан айтып жатсақ, ол Ресей жағынан көп қауіпті көріп жатыр. Дұрыс. Иә. Енді бізге қазір, мен қазір Қытайдан қауіп көріп жатқан емеспін. Былай, өмір сүремін, барамын, далаға шығам, үйтем, бүтем дегенде мен Қытайдан қауіп сезіп жатқан жоқпын. Ресейден деймін да, Ресейден де бұлай да өмір сүре беру болатын еді, бәрі ешқандай қауіп жоқ. Бірақ та сіздер Қытайдан не үшін келдіңіздер? Ол жақта былай қарағанда қазақтардың жері. Сіз ана болашақта көріп жатсыз қандай болатығын. Қытайлар миллиондап келіп жатыр, өз тілін орындатып жатыр, қыздарын таңдап алып жатыр. Қыздар дегеннен соң әңгімем нетіп тауысып қалды. Өз не істегісі келетін жасап жатыр. Иә ма? Тілін өз қытайша, қазір балалар мектепте қытайша болып шығып жатыр. Сіздер енді соңғыларыңыз мектеп қазақша оқып, сіз осы жерге келіп жатсыз, көріп жатсыз ғой, не болып жатқан. Қытай не жасағысы келейін деп жатқан жоспары Ресей жасап 90%-ын жасады және де жалғастырып жатыр. Соны сіздер ол қауіптан қашып, осы жерге қауіпқа келіп жатқаныңызды түсінесіздер ма деп мен бөліп айтып жатқандай сұрақ бір былай енді бір сұрағыңыз орында. Сұрағыңыз түсінікті. Жалпы мен айтар едім, екеуі де қауіпті. Қытайда, Ресейде қауіпті. Сондықтан мынау қауіпті емес, мынау қауіпті деп былай айтуға келмейді. Себебі екеуі де екі түрлі саяси күш, және олардың тактикасы да бөлек. Жалпы мәселен орыстар енді ерте кезде жасады, қазаққа білгенін жасады, енді Қытайлар соны енді жасап жатыр. Енді бірақ Марғұлан аға енді бағанағы біреулер сөйтіп айтады, мен Ресейге бағана бұрын біздің дос көшмаға да сөйтіп айтатын. Ресейдің әзірше қауіп жоқ, бізде Ресейде, Қытайдан әзірше қауіп жоқ Ресейдің деп. Бірақ сөйтіп жүрген кезде міне осындай Қытайда қазақтарға өзінің қаупін тигізу, ол Қытайдың біздің қазақтарға жасаған алғашқы жоспарлары. Ол міне, өйткені мына Қытайда қазақтар біздің Қазақстан мен Қытайдың арасындағы қалқан. Тіпті олар алдымен осы қалқанды алса, бір табан бізге жақындайды. Сондықтан да біз ештен шығармауымыз керек. Қытайда, Қазақстан, Ресейде бізге қауіпті. Ал енді Ресейдің қауіптілігін енді сіздер жақсы білесіздер. Мен де соны Ресей, мәселен орыстар ешқашан маған ештеңе істеген жоқ, бірақ мен осы жерде қазақтарымды көріп, осы жердегі өз тілінде сөйлеуден ұялатын қазағымды көріп, орыстың қаншалықты жауыз жасағанын мен содан көремін. Өйткені әлемде бір ғана ұлт бар, өз тілінде ұялатын, өз тілінде сөйлеуден ұялатын, ол қазақтар. Қазір осындағы кейбір мәңгүрттер. Сондықтан да бұны білмеймін, әлі осы орыстың бұл енді геноцид кәдімгі. Тура өз тілінен, діннен айырып, өзінен өзі ұялып қоятын адам, ол өзінің туған анасынан мен мынау анам деп айтудан ұялатын адам бұл жасаған ғой. Бұл енді сұмдық. Сондықтан да мен әрине Ресейден өте қауіп бар, сондай-ақ Қытайдан да қауіп бар. Және де енді мен қысқаша айттым ғой, сол үшін біз осыны да дәрігерге
келіп, мен бірінші мені жіберіңдер, менің аяғым ауырады, жоқ мені жіберіңдер, менің тісім ауырады дегендей болмайды. Ол болмайды, дұрыс айтасыз. Сондықтан бізге бағанағы институттарды, мәселен Ресейді тану, енді Орталық Азия институттары бар ғой, бірақ олардың кімнің несіне жұмыс жасап жатқанын білмейсің. Кейбірде мынау Қытайлар түрлі мынау Конфуций институттар бар. Олардың бәрі Конфуцийді желеу етіп, жалпы Қытай қазақтар зерттеумен айналысады. Өте сондықтан кейбір мәселен Қытай тану институттары ашуы мүмкін, бірақ олардың өзінің артында Қытайлар тұруы мүмкін. Өте көп нәрселер бар. Қалай болса да сіз қараңыз, осындай жағдайда болып тұрмыз. Сіз қазір Қытай, біз екеуміз былай отырып, Қытайды осындай сыны жамандау жатырмыз. Осындай жасап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Бірақ та Ресей туралы бізге айтуы қиындау. Осында сезіп жатсыз ғой, байқап жатсыз ғой? Дұрыс. Онда есепке алыңыз. Ол тікелей айтуға, ол Ресейдің қауіпін тікелей айтуға бізде бірен-саран азаматтар, олардың өзін бірден аяғынан шалады да. Соңында сіз таразға салыңыз дегенім ғой оны. Өте дұрыс. Өте дұрыс айтасыз. Енді кейбірде бағанағы артық қылам деп тыртық қыламыз дейді ғой. Сондықтан да енді Ресейде қарап отырсаң, олар өздері ресми билігі ештеңке айтпайды Қазақстан туралы. Бірақ бағанағы Жирновский деген несі арқылы көп өздерінің ойларын жеткізеді. Олардың да политикасы үлкен. Сондықтан да бізде көп нәрселерді сондай қырағы болуымыз керекпіз. Өте саясатта өте қырағы болмаса. Осылай зерттеу болады, енді жасырын зерттеу болады. Не болып жатқан? Жасырын зерттеу қиындау, және де ол бір жасырын болған соң, ол тығылған мен өзім жақсы көрмеймін. Осылай бір анық ғылыми ретінде қарастыру бізге үйрену керекпіз. Осындай Ресей бар, тарихымыз осындай, анау украиндарға осылай жазып жатыр, ана Сирияда осы саясат, анау іштегі ұлттарға осылай жасап жатыр, бізге де осылай жасалып жатыр, біздің азаматтар осылай өзгеріп жатыр, бізге қарсы шығып жатқандарымыз бар. Қытай осындай жасап жатыр дегенде, Өзбекстанда мынандай жасалып жатыр. Біз ғылыми ретінде қарапайым сөзбенен сөйлеу үйрену керекпіз. Қорқпай, және де аспай, біреуді бір оңбаған, ол үйтіп, ондай сөзсіз, жай көргенін айту. Біреу айтады, мен осылай көріп жатырмын. Жоқ, ол сен көргенін, ол кішкене қателеу, ол саған осылай көрінді, негізінде осылай дегендей. Бір-бірімізбенен ғалымдар болады, соған үйрену керекпіз, әңгімелесу. Әйтпесе біз бажылдап біреуден... Өте сауатты жұмыс жасау керек. Сен кімсің деп, оңбаған, айбай, анау, маған бір осылай сөйлесе, мен не айтарын білмей қалам, сас қалындап қалам. Жалпы, өте дұрыс. Мәселен, біз Қытайдың мәселесіне келгенде де, ойбай, Қытай оңбаған, Қытай анау мынау деп емес, нақты факттармен. Міне, мынандай адам, міне, туысы бүйтіп жатыр. Міне, осындай өте сауатты болуымыз керекпіз. Кейбірде соны Қытайлар желеу етіп, өзімізге кері пайдаланып кетуі мүмкін. Мәселен, орыстарда солай. Ресейде қазір біздің орыстарға байланысты неше түрлі нелер бар. Қыдырәли, біз қазір соғыста емеспіз, иә? Мысалы, соғыс болғанда жау деген жау, оны жамандайсың, ешқандай жақсылығын айту ол орынсыз болады. Бірақ та Қытай халықтың дейміз да, олардың жетістіктері бар. Мысалы, техника жағынан қазір дамығандары бар. Мектептерді қалай олар оқытады. Қайтып олар неше жыл, 20 жылдың ішінде ма, 20 орыннан, анау экономикадан екінші орынына шыққаны, қандай
олар туралы не болса көне замандағы олардың философияларды, олардың көзқарастары да бізге ол жағынан да бізге маған мен осыны айтқым келеді, сосын кейін құқыққа ой мынау не дейді, маған біреулер тиіссе қазір мен Қытайшыл деп па? бізге олардың жеткіліктерді бізге мен соған ойлаймын да, сіз мысалы Қытайлардан келген азаматтарды, оларды Қытайдың жақсы кітаптарын қазақ тілге аударып, бізге сондайда да жұмыстермен араласу керекпіз. Жапондар болса, ол жан-жақтан кітаптарды өте дұрыс айтасыз. Біз бұл саясат бағанағы экономикамен айланыспау керек. Жалпы мен ойлаймын, мынау Еуропаның өзі, тіпті Американың өзі Қытайлардың мәселе Қытайлармен тығыз байланысты. Бүкіл өндірісінің бәрі мәселе Америка тұтынады, Америка одан қол үзбейді. Сондықтан да ол мүлдем бөлек. Ал саясат ол мүлдем. Сондықтан да бағанағы Қытайдың озық, әзір бүкіл бізде енді 95% шығар, бүкіл техниканың бәрі Қытайдан, бүкіл ненің бәрі. Ойбай Қытай жау деп, бағана шекараны жауып не қылсақ, онда біздің неміз болмайды. Біз оны тәуелсіз түрде, дербес түрде өз мүддемізді, ұлттық мүддемізді, мемлекеттік мүддемізді бірінші орынға қойып тұрып, жұмыс жасауымыз керек кез келген мемлекетпен. Өте енді айтатын сөздер өте көп, бірақ өте маңызды нәрселерді айттық деп ойлаймын. Жақсы, енді ойласаңыз, демек көп енді қоштасамыз ба? Мен бір нәрсе қоса кетейін. Мынау әзір бағанағы Серікжан ағамызды туралы енді көп нәрсені айтқым да келмейді. Енді бірақ кейбір кісілер бағанағы бізде екіге бөлініп, біреуі Серікжан бір-бірін көрмеген, бір-бірін танымаған азаматтар бір-бірін жағасынан алып жатады. Біреу Серікжан Біләшті қолдап, енді бұл жерде Серікжан Біләш ағаның кейбір қателік, бағанағы артық айтқан сөздеріне байланысты қарсы айту, ол Қытайды қолдағандық емес ол. Жалпы мен айтар едім, осы Қытайдағы қандастарға жасалып жатқан зұлымдық кезінде Серікжан Біләш ағамыз бір ауыз үн қатпай үйінде жатқан еді. Ол әрбірдеңе Қытайда қандастардың мәселесіне өз еркімен мен мынаны құтқарайын деп келген емес. Мен соның артында жүріп, неше рет бағанағы сабақтасым бар, осы жерде группаласым. Соны айтып жүріп, сол таниды екен, әрең кездесіп, соны алып келгенбіз. Және алып келгенде де ол бірнеше рет кетіп қалған кезде, ойбай, бағанағы келіңіз деп, әйтеуір қазақпыз ғой деп өстіп алып келгенбіз. Сондықтан да бұл Қытайда қазақ мәселесіне Серікжан Біләш соларды құтқарамын деп ата жұртқа келген жоқ. Және оны біз тіпті сүйреп отырып алып келгенбіз әрбірден. Енді сол енді былайда Серікжан Біләштің кейбір пікір, ол адам ғой. Олар неше түрлі қате сөздер айтып жатады. Әзір мына қытайшыл деген жақсы термин болды. Сол қытайшыл деген Қытайлардың біздің қазақтардың арасында іріткі салатын үлкен құралына айланды. Ал оны біздің қазақтар ешбір ойланбастан, біреу бірдеме десе болды, сен қытайшылсың, анау қытайшыл, бір айта салып жаба салатын бір өте жаман үрдіске айналды. Мен соған не қыламын? Міне біздің мықты әлем ойындаған мақтанышымыз Мұхтар Шаханов ағамыз, бәріміз сол кісінің шетелде өстік те соның бағанағы жырларын тыңдап өстік. Ол кісі тек қана ақын емес, ұлттың бағанағы қорғанышы болды, талай Кремльде сөйледі. Енді сол кісіні алып та, сен Қытайдың бағана телеарнасын сұхбат беріпсің, айтыпсың, бүйтіпсің, қытайшылсың деп шығара салды. Ол Қытай емес, әлемнің 30 елінде кітабы шықты мәселен. Әлемнің 30 елінде телеарнаға сұхбат берді. Тіпті сол кісі телеарна Қытайдың телеарнасы емес, Қытайдағы қазақтардың телеарнасы. Міне осыны алады да қарапайым халыққа іріткі сала салады. Алады да бір қойын бағып жүрген қойшы алады да, ой, Мұхтар Шаханов, сені мен айтып жүремін, бүйтіп жүремін, сен қытайшылсың. Міне өстіп қазір қытайшыл деген бір жақсы не болды. Ал бұл енді өтте әрбірден кейін бұны қытайшыл деп көрінгенге жала жабу, ол Қытайдың жоспарын орындаумен бірдей. Бұл енді елге бір түсіндірту керек пе? Бір адамды ешқашан бір соншама бір қатты көтеріп, оған
анау фанат дейді ма қазақшасы қалай болатын еді? Бір адам несіне бір пір етіп табынып дейсіз. табынғандай де. Мен де апедемі бір ассалаумағалейкум шай ішіп жүрген танысым болатын еді, бір ғана емес. Сосын сол кездерде мен аматаспай кетті да, мен бір сын ретінде бір қана сөз айтқанда сен кәдімгідей болып қалды. Олай енді былай Ол қарағанда сіз емес. Мәселен, менің басымда небір жақсы ұлтжанды азаматтар бар еді. Кеше ғана мәселен сол арыздарын мен ана біріккен ұлттар ұйымына жеткізген кезде бар жақсы сөзін айтып, бір рахметін айтып жүрген көп азаматтар бүгін мынау Қыдырәлі Қытайға сатылыпты, сатқын екен деп былшылдап айтады да. Енді соны қарасаң, бір дәлелі жоқ, бір несі жоқ. Сержан Біләш ағамыз айтты, бірнеше жерде өстіпті. Анау ол кісі енді айта береді ғой. Оған енді сөз жоқ та. Өстіп, тіпті мен бір Астанаға барсам, бір жақсы ағаларымыз бар еді, үлкен жерде істейтін. Сенімен срочно кездесу керек, анау келіпсің ғой деп. Десем, сен өстіп бағанағы бір жебеу деген ұйым бар, бағанағы Қытайдың консулымен жақсы жұмыс істейді. Соның басшысымен сен үш рет кездесіпсің. Сол шын ба? Соның көз сен Қытайдар бағана кредитіңді жауып беріпті анау-мынау. Соның күні айттым, ағалар бар ма? Қай жерде? Біреу айтады, Ұзынағашта кездесіпті. Біреу айтады, бір Ұзынағашта бір рет кездестім, бір кафеде кездестім. Сол Ұзынағаштағы үй көшіп кетпеген шығар, сол үйден сұраңыз, барыңыз, осындай кездесті ма, келді ма, немесе анау кафе неғып кетпеген шығар, сол кафеге барыңыз. Дәлел бар ма? Бұл бір. Екіншіден, мен ешкімге мұқтаж емеспін. Аллаға шүкір, өзімнің еңбегіммен, Абай айтады ғой, ақылыңмен еңбегің екі жақ өзіңді алып шығады. Өзіңе сенем, өзім жұмысын жасадым. Ал енді Қытайдан ақша ал. Мен кредитім, әрине мен кредитім бар екенін осы ешкімге айтпайсың ғой. Бірақ Сержан Біләш ағаға айтқан, бір кезде как раз осы Женеваға баратын кезде бағанағы неменеде шотыңда 3 миллионнан жоғары ақша болу керек екен, көрсету керек. Сол кезде мен Сержан Біләш ағаға жүріңіз, сіздің шотыңызда, мен шотымдағы ақшаны сізге аударып, сізден справка алайық деген кезде, ол кісінің шотында ақша бар екен, $9,000 ма сол кезде. Соны алуға барған кезде және бірнеше ақшалар бар екен. Содан кейін мен айттым, как раз сол мен АТФ банкінен қарыз алып, баяғы доллармен алғанда, баяғыда кредитімді. Сөйтіп, мына доллар 2 есеге өсіп кеткен кезде кредит, біз неше есе төлеп қалдық та, соның кейін мен сияқты көп адамдар бағана кредитті төлемей, кейін оны бізді әлгі қара тізімдікке қойып, сөйтіп мен неған долларды, кейін бағана президент арнаулы жарғы шығарып, доллар кредитті ауыстыру керек деңгейге деген. Сол кезде мен сол бір сөзден сөз шығып айтқан, мен осы неде доллармен кредит алғам, бұл банкте менің шотымды жабық. Соның кейін енді аға, сіз керісінше мен сізден бағана қарыз алып, осымды құйып тастап, сізге төлеп отырсам деген бір сөзімді айтқам. Сөйтсем, соны айтады. Соны енді кейін бір неде топта айтыпты, өстіп Қыдырәліге бағанағы кредит жауып берген. Мен сол кредитін жауып берген қағазым болса, көрші, айналайын жапса тек жақсы екен. Мен өйткі сөйтіп, ол кредитімді міне осы 1 жыл болып қалды. Бағана теңгеге әрең ауыстырып, міне әлі соны төлеп жатырмыз. Енді осындай бір өтірік, бір ешбір дәлелі жоқ сөздерді айта салғанға мына халық, тіпті мені өмір бойы көрмеген, танымаған азаматтар Фейсбукта болсын, неше жерде комментарий жазып жатады. Мынау қытайшыл, анау сатқын бірдеме деп. Бізге кімді сатқын? Мырза, осындай нәрселер көп. Бізге жетпей жатқаны, қараңыз, Қытай қалай оралмандар оралып келген, қазақтар қазір бізде көп қой, мысалы Қытайдан келген қазақтар. Біз қандастар бір-бірімізбенен араласып, мысалы сіздердің өздеріңізді бір қазір видеолар телефоннан түсіріп жатыр. Өз туралы мен ойлаған, мен таныстарым бар, кафе ашқандар, мен соларменен сұраймын, қалай келдің, не болды, қандай қиыншылықтарын өздері айтып береді.
сондай ол жақтан сол сұхбат жасағым келеді, бірақ олар қорқады кішкене нетуге, өзінің өмірін айтуына. Ал болатын еді киноларды, көркем киноларды шығару сол жағынан кәдімгідей, енді қаражат ол жағынан көп емес, кішкентай бір енді қалай дейді, әуесқой түсіруді, соларды жасап, мысалы, қаншама мен Қытайдан келдім, ешкімді көрген жоқ, білген жоқпын. Мына жерде ана жақтан бардым, алдандым, мына жерде бардым, алдандым, сосын кейін осылай көтердім, мінекей қазір бизнес жасап жатырмын. Сондай қаншама жасау болатын еді. Бізді осы жақтағы қазақтар көретін еді дегендей. Осындай жетпей жатыр. Өте тамаша. Мен мынаны баяғы әлгі ең алғаш Қытайдағы қандастарды мынау солтүстік облыстарға апарамыз дедім ғой. Сол кезде мен сол қандастарды анау шекарадан күтіп алып, өз қаражатыма алып жүріп, Павлодарға апарып, сол жерге апарып орналастырып, әкімдермен кездестіріп, ауылға дейін орналастырып, соны бір видео жасап, сөйтіп таратқам. Себебі ондағы мақсатым ар жақта қандастар міне елге келгендер өстіп алдынан шығып күтіп алып жатты деген нәрсені көрсінші, сөйтіп олар келуге ынталансыншы деген еді. Міне әзірге сіздің айтып отырғандар жақсы. Небір мықты азаматтар бар, осы жерге мәселен дымы жоқ келіп, анда да мында да грузчик болып жұмыс істеп, телешкі сүйреп жүріп, еңбегін жасап, қазір мықты жұмыс бизнес жасап жүрген. Міне осындай кісілерді көрсету керекпіз. Өте көп еңбек бар. Өйткені шетелден бізді өйткені үйреткен қазақтар жалқау, сондай бізде анау машина жөндейтін, телефонды қарастыратын ондай болмаған ешқашан қазақтар. Қазір Қытайдың қазақтары келіп, осыны біраз, менің бір әңгімем бар да, Қытайдың қазақтарына көп істеп жатқанын айта аламын да. Мен бір айтып жатырмын, таныстарым бар, олар мысалы әңгімелесеміз, ол қаншама қазақшалап неменен келтіреді, тақпақ емес, қалай дейді, сөздермен, қысқа сөздер қалай дейді, әйтеуір, мысалы, енді жау түніледі, өз-өзіңді сыйласаң жау түніледі деген бар ғой, өте орынды бір данышпал ретінде айтады да, соны мысалы сөйлегенде, мен бер жақта тұрдым ғой, ол кезде Қытай жақта тұрды, Қытай әскерде болған екен. Бұл жерде Қытай менен қазақтар емес, кеңес заманда болғанда, ол ана жақта болған екен. Қандай әңгіме ол жақта? Біз ол сол жақтағы әскерде болған екен. Түрлі әңгімелер, қызық сөйлесіп, бір-бірімізді танып, жалпы мынау бізге шеттен келген қандастар, ең бірінші бізге демография, қазір 1 миллионға жуық қазақтар келді, демографиямызға үлкен үлес қосып жатыр. Екіншіден біздің мынау ауылдағы өндірістерді мәселен Қытайда болсын, Қытайда өзі білген өндірісін осы жерге әкеп жасап жатыр. Соны арға еңбектен біздің өндірісімізді дамытып жатыр. Тіпті мынау Моңғолиядан келген қандастарымыз қазір 2-ның 1 біледі, бүкіл мебельдерді, Алматыда мебельдерді солар жасайды. Өте мықты жасап жатыр. Бір ауыл, бірақ мебель жасаумен айналысады, мына жерде мәселен білсеңіз. Жалпы мынау Қытайдан келген қандастардың мынау егіншілік пен малшылықты өте керемет жасап, әрбір ауылға көшіп келген, мәселен Алматы облысының айналасында, мынау Шығыс Қазақстан облысының ауылдарды көтерді, керемет көтерді. Баяғы қаңырап қалған мал базарлардың бәрі қазір деген тек қана жексенбі емес, сенбіден бастап толған, сол жерде неше түрлі керемет жасап жатыр. Мәселен мынау түрлі көктаттарды егу, о жағынан да керемет жасап. Сондықтан да осындайларды көрсету керек халыққа. Және де қосатыным, мен өткенде дөңгендерменен қаттығыс бір нәрсе болып қалды ғой, есіңізде ғой бар. Ол бір себебі бар да, олардың дөңген, адам не дейді, қой семірген ғана көтереді деген бар ғой.
олар семіздікті. Олар енді былай Қытай менен сауда арқылы абден семіріп кетті ғой. Қытай қазақтарды менсінбей тілі керек емес, ол кім дегенде, мына жақта жүрген бір қойлар бар, малдар бар, сол қазақтар жүр деген секілді оларды менсінбей кетіп қалды. Енді Қытаймен сауданы қазір жастар, әсіресе Қытайдың келген жастары көтеріп жатыр. Өз қолына алып жатыр. Мен соған қуанып жатырмын. Мысалы, Инэкспорт деген бар, Сержан деген жігіт, естіп жатқан жоқсыз ба ондайларды? Олар 1688 Таобао менен сауданы осы жерге танимын. Танисыз ба? Жақсы жұмыс. Сондай жігіттер қазір қазақтардың өздері тікелей Қытайдың заттарын алып жатыр. Бұл экономикаға үлкен бір бізге үлес. Мысалы, қымбат заттарды біреуден алғанын сен арзандау аласың. Қытайдың заты әрине бір дұрыс емес, өйткені өзіміздің өндірісіміз жоқ. Бірақ та керек заттарды қалай болса да аласың ғой. Одан көре алу керек. Және де ары қарай енді өндірісті де жасауымыз керек. Мына жақында ғана мен өзім фармацевтпін ғой. Жақында ғана бір досымыз айтты, біз бағанағы маска шығаратын зауыт құрып жатырмыз. Қытайдан станогын алып кеп дейді. Міне қандай жақсы. Біз мәселен осы пандемия кезінде маскаға зар болып қалдық қой. Маска жоқ. Қай жерде де жоқ. Біздің өзіміз Dolce Farm деген бір фарм сол өндіретін. Ол өзі мүлдем үлгермейді. Біздің билік правительствоға өндірді, а бізге жоқ. Сондықтан да әрине, әзір енді мұндай жағдай не бар? Қытаймен бағанағы жұмыс істегендердің бәрі қытайшыл деген сияқты. Міне бұның бәрі өте бағанағы дұрыс емес, және де ол енді сен Қытаймен жұмыс істесең Қытайға құл бол деген емес, бірақ Қытайдың техникасын ал, басқаның техникасын, мықты болсаң Американың техникасын ал. Бірақ Американың өзі әзір Қытайдың сол нелерін, станоктарын, арзандарын. Мәселен, мен көбінде 2017-ге дейін фармацевтика бойынша мен оборудонияларды сатам. Мен енді Чехияда оқыдым. Сол Германия мен Чехияның оборудонияларын, Қытайдың оборудонияларын мен Шанхайда әр жылына 4 рет үлкен немене болады? Выставка болады. Жәрмеңке болады. Выставкада бүкіл Американың ең атақты компаниялары, бүкіл Еуропаның атақты компаниялары сол жерде жүреді. Олар солармен байланысып, бағанағы технология нелерін алмасып, оборудонияларын сатып алып жатады. Сол кезде Қытайлар неге? Олар еңбек күші арзан, сондықтан оларда арзан тауар өндіріледі. Ал енді Германияның өзі зауыттары сол Қытайда, Американың зауыттары Қытайда. Олар да соны пайдаланып жатыр. Бірақ олар ешкім айтып жатқан жоқ. Әзір енді мына саясатта ол енді адам құқығы бойынша Қытайды әрине олар өзі әбден тойынды, бағана тойынып, біліп, ешкімге дес бермейтін екінші орынға шықты экономикадан. Енді олар өзінің бізге кері қазір Қытай менен сауданы жеңілдету керекпіз, жолын ашу керекпіз. Мысалы, 1688 деген Таобао деген, мысалы, Қазақстанда ол шектелген. Олар Қытай қазақтар менен сауданы кішкене Ресеймен көре, қазақтар менен сауда оларда біраз қиналтылған. Осыны да... Енді айтар едім, қазір біз негізінен Қытайдың тауарларын сатумен айланыспай, керісінше осы жерде өндіріспен айланысу. Өндіріспен айланысу ол ең маңызды. Сондықтан да бағанағындай жеңіл өнеркәсіп қазір біздің президент те өте жақсы айтты, міне, шағын өнеркәсіпті дамыту, бағана 3 жылға дейін ешқандай не алмау деген өте жақсы. Осы кезде біз бағана киім, міне Қырғызстанға барыңызшы, қанша цех бар, мына киім костюмдардың неше түрін не қылады. Міне осыны жандандыру керек. Біз сол Қытайдағы шикізаттарды алайық. Тіпті шикізаттың өзін осы жерде өндіретін сол бағана оборудонияларды әкеліп осы жерде жасайық. Осы тіпті мен әзір ойлаймын, бізге мына Еуразиялық одақтан гөрі біз мына түрк мемлекеттерінің одағын жандандыруымыз керекпіз. Түркі мемлекеттерінің экономикалық одағын жасау керекпіз. Мынау Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Түркиямен
біз бір-бірімізге ешқандай бағанағы таможнасыз, декларациясыз өтетін болса, бұл өте керемет дамитын аймақ болады. Тіпті бізде ол кезде 100 миллионның 200 миллион, 300 миллионға жуық халық жиналады. Бұл деген үлкен базар. Түркияның мәселен өз өндірісіге қандай керемет, бүкіл Еуропаны неғып отыр. Сондықтан да біз осыған қарай ойысу керек. Сөйтіп Қытайдың бағана технологияны пайдалана отырып, өзіміздің өндірісті арттыратын болсақ, өте керемет. Біз керемет жерде тұрмыз. Еуропаға шыға аламыз. Бірақ та Қытай менен сауданы әзірше біз Әзірше жеңілтеуіміз керек. Ол қашанда өндіріс өзімізден шыға бастағанда ол басқаша болады. Қазір жолдарын ашқан жөн. Өйткені қалай болса да қазақтар затты алады. Ол ресейлер алады да Қытайдан заводты ашады, арзан өздеріне әкеледі, сосын кейін бізге сатады Қытайда жасаған заттарды. Солай болып тұр ғой қазір саудамызда. Дұрыс. Жалпы бүкіл Америка болсын, мына Ресейдің өзі қазір машиналарын өздері өндірмейді, Қытайға заказ береді, Қытайлар өндіріп береді, алып келеді. Жалпы көп нәрседе міндетті түрде. Бірақ біз өндірісті дамытуымыз керек. Қандай жағдайда да өндірісті бірге алып жүру керек. Қазір кішкене өндірісті біз неге болғанша, әрине, бізде шикізатта жетеді негізі. Егер біз сол шикізатты дұрыстап пайдалансақ. Қытайлардың өзі бізден алып барып, бізге қайтадан сатады. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы әңгіме. Қуаныштамын. Ютубтан шығарамын, сосын сізге сілтемені жіберемін. Ары қарай енді айтатынымызды, не болмаса істейтін істерімізді жалғастыратын шығарымыз бұйырса, тағы да басқалар да қосылса, біздің енді... Жақсы. Көп рахмет. Енді көбінде мен алға уақыт өте аз қазір, ренжімеңіз. Енді мен сізді бұрын танымасам да, енді осындай сұхбатқа шақырып неғаныңызға көп рахмет. Мүмкіндігіңіз болса келіңіз, кездесіп, сөйлесіп, кейбір мәселелерді не только осы YouTube үшін емес, жалпы елдің болашағы үшін кейбір мәселелерді ақылдасып отырайық. Мүмкін бір нәрсе, бірге жасарымыз қандай мүмкін жобаны алып. Мен қазір мынау Алаш желтоқсан ұлттық партиясының бірігіп, қазір осы жерде осы партияға қол жинау, ары қарай өзіміздің бағдарламаны неғу, жалпы осы жұмыспен айналысудамын. Адресі мына Байтұрсынова 145, Қабілжің көшесінің қиысында, сол жерде бірлестіктер үйінде. Енді біз арамызда бір әңгімеміз Серікжан Біляштарды қосладық. Оларды Серікжан Біляшты қолдайтын енді азаматтар болсын, оларға да... Менің телефонымда... Негізі мен айтқым келеді, көп нәрсені бағанағы айтады ғой, көргеніңді айтпа, естігеніңді айтпа, көргеніңді айт дейді. Сондықтан да бір нәрсені біреуден сақ болу керекпіз, әрқашан көзіңізді жеткізіп, нақты шынды ақпаратқа жету керекпіз. Бір қазақпыз, бөлінбейік, бірге болайық. Ең маңызды сол бірігу. Сол, бөлінбейік. Жақсы, ассалаумағалейкум, сау болыңыздар. Аман болыңыз. Ассалаумағалейкум.